Бекенов ғалым Башарұлы 60-қа толдық. Енді отбасымызда екінші адамымыз 60-қа толып жатыр. Клара Халиқызы Есмағамбетова. Мектеп саласында жұмыс жасаймын, білім саласында. Кларамен танысқан жоқпыз, танитындығымыз мектепте бірге оқыдық, жолдас болдық, араласып жүрдік. Мен есімім Гүлбаршын. Клара ғалым, біз бәріміз жасымыздан бір мектепте оқыдық. 1980 жылы өзіміз бірге оқыған, параллельный класста оқыған ғалым Бекенов деген жігітпен тұрмыс құрдық. Мектепке сабаққа ерте баратын мен өз классқа. Содан қарайым, ылғи ғалым келеді вагон классынан. Сосын Клараға кеп айтқанмын ғой. Клара, сен жүрші. Ана ғалым ылғи ерте келеді, есіктерден әрі-бері қарап жүреді. Сен іздеп жүреді шығар, сен де жүрші, ерте кел десем. Ұйықтап қалады ғой. Сол кездердегі класстастарымыздың, құрбыларымыздың арасындағы бір өзіме жақын көрінді. Сосын өзі сыпайы жігіт болатын. Есімім Ғалия Башарқызы. Ғалым артынан ерген жеткіншегім, інім. Бір күні ғалым маған келді өзі. Сосын не айтсай десем, мына суретті мен не істеймін енді дейді. Портрет, Клараның портретін алып келіп, не істейсің оны? Апарда ана серванттың үстіне қоясың дедім. Сосын күнде бетіне қарап қоясың дедім. Отбасы болатын кез келді, араластық, бір-біріміз білеміз, бірге оқыдық, сыйласпыз. Осы бірге өмір сүргеніміз дұрыс шығар деп. Қазір ол Қалтай Махамжан атындағы бірінші мектеп гимназия. Сол мектепте жұмыс жасаймын, математика пәнінің мұғалімі. Клара Халиқызы менен 1993 жылдан бері әріптес болып, осы бір ұжымда еңбек етіп келе жатырмыз. Осы ұстаз кеткен жылдарында алдынан алтын белгі, үздік, аттестат иегерлері, олимпиада жүлдегерлері, ғылыми жоба жүлдегерлері көптеп шығарды. Есімім Асылбек. Бұл жездемеге ғалым, Клара менің туған әпкем. Кларада жездемде екеуі де менің мұғалім болды, ұстаздарым болды. Ғалым дене шынықтырудан, физкультурадан. Клара математика. Сызу пәнінен сабақ бітті. Кім? Клара. Бес қойушы ма еді? Сызудан 5-ке шықтым ғой. 90 жылдары айлық бермейтін уақыт болды. 4 ай, 5 ай, 6 айға дейін айлық алмайтын. Сол кездерде базарға шығып, Клара арасында жұмыс түске дейін жұмыста, түстен кейін әр нәрсені алып сатып. Анау апрельдің, марттың айлығын бермеген. Сөйттім де мен өзімнің әкемнен барып, шамал ақшалында Түркістанға қатынадық. Сол кезде біздер шай саттық. Ол кезде Хайлаев деген печенье шығатын, сондай саттық. Кірсабынға дейін әкелдік. Екеумізде өмірімізге өкпеміз жоқ, қолынан да келгеніміз жасадық. Балаларымызды жоқтыққа апарған жоқпыз. Шүкір, 2 қызымыз, Марина, Гүлзира және Қамбар деген ұлымыз бар. Қазір немере сүйіп, бақытты әже, бақытты ата болып отқан жайымыз бар. Атым Алтынай, бұл отбасыға. Енді қалай айтсам екен, бір жағынан Клара жеңше болады, бір жағынан құдағай. Мен Ахметов Ерғанат, бұл отбасымен 20 жылдың көлемінде араласып, онан балдар өскеннен кейін мынау құда жекжатты болып жатырмыз. Аяқ астынан қызым үйленем деген кезде, кім дегенде сөйтіп, Қамбар ғалымұлы деген кезде, шын мәнінде ол өзіміз, мен өзім жаңа неғып кеттім, қуанып кеттім. 4 немере бар. Оның қызығын міне Алла жазып көріп те келе жатыр. Көріп те береміз ба дейміз. Менің атым Елдос, фамилиям Ғағым. Мен 1-ші сыныпта оқимын. Жасым 7-де. Мен әжемен атаның ортасында жатамын. Өткені мен әжеме атаның баласымын. Немерелерімізді бөліп алғанбыз. Қамбардың Жандосын атасынікі, Елдосы менікі дейді. Сол Елдосқа Астанадан үлкен пәтер алып бергім келеді. Оқта біздің бір танысымыз бар, соның үйінде шамалы тұрамыз. Денсаулықтар мықты болып, осында үлгілі семья болып, ата әже болып, Құдай абырой болып, денсаулық болып жүре берсін. Ұстазға, қазақтың отбасына деген барлық жақсылықтарды тілеймін. Сіз мені алақаныңызбен аялап өсірдіңіз. Сізге көп рахмет. Бағдәулет берсін бастарына, ғұмыр берсін жастарына, жаманшылығы ешқашан жоламасын қастарына деймін.